Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасы Президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясының Казсайенс подкастын бастаймыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстан Республикасы Президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясының ғылым департаментінің басқарма басшысы Бөленбаев Мақсат Жұмабайұлы. Аға, өзіңізді таныстыра кетсеңіз, қай жағынан ғылыми зерттеу жұмыстарын жасайсыз? Толық жөнді айтсаңыз. Қайырлы күн. Менің негізгі мамандығым инженер-металлург. Яғни Қазақстанда өздеріңіз білесіздер, өндірістік мемлекет, өндірістік жерасты қойнауы байлықтар көп болғаннан кейін біздің салада техникалық, президентіміздің өзі айтып кетті, яғни техникалық мамандықтарды дамыту керек, яғни оларды көтеру керек деп. Мен негізі осы металлургия саласы бойынша ғылым PhD докторымын. Казатомпром деген компания бар. Сол компанияда 15 жылға жуық қызмет атқардым. Одан кейін де біраз ғылыммен айналыстым, яғни өндіріспен қатар ғылымды алып жүрдім десе де болады. Ал енді аға, қазір сол өндірісте неге қайтадан осы ғылымға келдіңіз? Өте жақсы сұрақ. Ғылымға келген себебі мен өндірістен де қол үзген жоқпын. Неге десек, бізде қазіргі негізгі мақсат ғылым академиясының алдында тұрған. Ол яғни ғылымды, өндірісті және бизнесті байланыстыру. Өзіңіз білесіз, қазіргі таңда оның үшеуі үш жаққа ажырап кеткен. Яғни кез келген өндіріске маман дайындау үшін, болмаса ғылымға маман дайындау үшін жоғары оқу орындарының көбісі дайын емес, базалар дайын емес. Яғни бұлардың үшеуінің арасында коллаборация жасау керек, яғни үшеуін біріктіру керек. Университетті бітіріп шыққан студент өндіріске де ғылымға да дайын маман болып шығу керек. Өзім өндірісте істей жүре, өзімізге де келген жас мамандардың кішкене білім деңгейлерінің болмаса өзінің саласы бойынша әлі де көп шикіліктерін көрдім. Яғни осындай олқылықтарды жою мақсатында көптеген жұмыстар жасалып жатыр қазіргі таңда жоғары оқу орындарында. Бірақ көбісінде база жоқ. Яғни лабораториялық нелері өте төмен, өндірістік практикаға бармайды, өйткені университетпенен өндірістің арасында ешқандай қарым-қатынас жоқ. Ол үшін студент бару үшін олар арасында қарым-қатынас болу керек. Ол өзінің теориялық оқыған білімін барып практикаға айландыру керек, ол көру керек қой. Сол оның бәрін көру үшін оған сондай жағдай жасау керек. Ондай жағдай жасау, ол баладан да көруге болмайды оны студенттерді. Өйткені ол тек қана теориялық білім алып келеді да, сонымен дайын болмай келеді өндіріске или ғылымға. Сонда сіздің айтуыңыз бойынша, мына университет, ғылым, индустрия, бизнесті сол қатар алып жүру керек. Сонда яғни студентті жоғары оқу орындары дайындаған кезде тек қана жаңағы жұмыс орнына ғана емес, ғылым жағынан да бірдей дайындау қажет па сонда? Өзі университетте жүргенде студенттер байқалады ғой, өзі кейбір бала ғылымға құмар келеді, кейбір бала өндіріс саласында. Енді әр бала әртүрлі туады дейді ғой, Абай Құнанбаев атамыз айтпақшы. Бір бала әкеге жете туады, бір бала әкеден өте туады дейді ғой жаңағы. Сол сияқты әр баланың өзінің талабы болады, таланты болады, кейбір бала еңбекқор болады. Сол үшін жаңағы баланы қызықтыру, яғни мотивация жасау. Өйткені өндірістерді, біздің Қазақстанда өндірістердің жағдайын өздеріңіз білетін шығарсыздар, шет жағасын көп жерлерде ондай айтқандай жағдай жоқ өндірістерде. Біздің балалардың көбісі барғысы келмейді. Яғни уран саласы, өзім уран саласында істегеннен кейін 15 жылға жуық уран, яғни Қазақстанда Казатомпром жалғыз компания, дүние жүзінде жұмыс істеп тұрған 500-ге жуық атом электростанцияның 40%-ға жуығы біздің уранмен жұмыс жасап тұр. Яғни мен осы салада жұмыс істедім. Бұмен қатар жаңағы институт металлургия обогащения дейді ғой, жаңағы кен байыту және металлургия институтында зертхана меңгерушісі болып жұмыс жасадым. Сирек және шашыраңқы металлдар зертханасының меңгерушісі болдым. Осы аралықтарда көре жүре мен түсінгенім, бәрі айтып жатыр қазір кадр жетіспейді, кадр бәрін шешеді деп. Өйткені кадр жетіспейді деп айтатын сөзінде жаны бар, өйткені өндіріске, ғылымға ешкім барғысы келмейді. Өйткені бізде қазіргі таңда өндірісте істеген адамның болмаса ғылымда істеген адамның ондай статус жоқ. Өздеріңіз білесіздер, көбісі жаңағыдай экономика саласына, IT саласына кеткісі келеді, сол саланы үйренгісі келеді. Ана жаққа қызығушылық болмағаннан кейін бізде кадр жеткіліксіз болып жатыр қазіргі таңда көп салада. Ғылым жоқ деп айтпаймыз, Қазақстанда ғылым бар. Бірақ сол ғылыммен айланыстырып, сол ғылымды ары қарай кейін алып кететін қазіргі жас ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Өндірісті жақсы меңгерген, ғылымды жақсы білетін,
яғни сол өндірісті ғылымды бизнеске айландыра алатын жастар болу керек. Сол кезде біз өзіміздің президент қойған тапсырмамыз бар, яғни Қазақстанды дамыған мықты мемлекеттердің қатарына қосу. Енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, мысалға мен ғылымнан өндіріске бардым деп. Сол ғылымнан өндіріске барған кезде сіз сол өзіңіз жобаңызды өндірісте пайдалана алдыңыз ба? Одан бөлек мысалы өндірісте жүріп сол жердегі мәселелерді көріп, соны ғылымға байланыстыра алдыңыз ба? Өте жақсы сұрақ. Мен магистрлік диссертациямды именно сол өндірісте жұмыс істей жүріп жаздым. Яғни магистрлік диссертация мен уран байыту. Яғни сонда сіз вахтовый методпен жұмыс жасап жүріп еттіңіз, иә? Иә, 15 күн мен өндірісте жүрсем, 15 күн мен лабораторияда жүрдім Алматыда. Яғни жаңағы айтқан лабораторияларда мен сол жерде эксперименттер жасадым, өндірісте соны іс жүзінде жүргізіп көрдім. Яғни уран байыту мен магистрский. Ал докторлық темам, докторский диссертациям темасы ол таза алтын алу, яғни получение золота из упорного золота содержащего сырья. Яғни таза алтын алу өндірісі. Мен өзіміз металлург болғаннан кейін өндірістің әртүрлі саласы бар ғой, өзіңіз білесіз. Металлургияның өзі бөлінеді ол үлкен салаларға. Сондықтан ғылымнан өндіріске, өндірістен ғылымға ол екі аралықта байланыста, үнемі байланыс ажыраған жоқ. Тек қана қазіргі таңда мемлекетімізде қазір кішкене көңіл бөлді. Өзіңіз білесіздер, ғылымға бөлінген ақшаның 3 есеге ұлғайды. Келесі жылдан бастап тағы да ол ұлғая түспек. Яғни мынау гранттық қаржыландыру, басқа да бағдарламаларменен жас ғалымдар, өзінің технологиясы бар ғалымдарға қазір мүмкіндіктер туып тұр. Яғни өзі тек қана теория жүзінде ғана емес, лаборатория жүзінде ғана емес, яғни өндірісте көрсетіп өзінің өнімін. Ал енді мысалы қазір мемлекеттік мысалға ғылым және жоғары білім министрлігінен бірнеше гранттар бар, жас ғалымдар гранттары, грант финансирование, қаржыландыру бар, әртүрлі ғалым проект береді. Бірақ сол ғылыми жобаларын ғалымдар ұсынған кезде олар жаңа өндірістегі мәселелерді біліп, осындай мысалы мәселелерді шешу керек өндірістегі деген біліп барып сол жобаға өтініш білдіре ме? Немесе олар өз еркіне мынандай мысалы менің жобаларым бар. Өзіңіз жүзі жақсы сұрақ көтеріп тұрсыз, өйткені өзіңіз білесіз, ғылымда фундаменталды және прикладной дейді, қолданбалы. Мысалы қолданбалы болатын болса, олар өндірісте жүрген жігіттер олар түсінеді қолданбалы ғылымды, яғни кез келген жаңағы затты ойды іске айландыру, технология айландыру, Ал фундаменталды ол да керек бізге, фундаменталды ғылым, ол да бізге керек, неге өйткені жаңа айтып жатқандай, барлығы өндірісте бола бермейді, ол бірінші біз кез келген нәрсені лабораторияда зерттеп бастаймыз, зертханада. Сосын барып біз оны ары қарай уже өндіріске айландырамыз. Осы тұстарды шатастырмау керек. Көбісі бірден технологияны аламыз дейді де, мысалға жаңа грант ұтып алады. Грант ұтып алғаннан кейін, 3 жыл біткеннен кейін ол грант нәтиже болмай шығады. Өйткені неге? Өндіріспен жаңа қайталап айтам, тек қана лаборатория күйінде ғана олар жұмыс жасайды, зертханаларда. Ал өндіріске шығара алмайды. Өйткені көп ғалымдар оны сұрайтын болсақ, жас ғалымдарында. Біріншіден қаржы жеткіліксіз дейді, екіншіден уақыт жеткіліксіз, 3 жылда аз деп жатыр олар. 5 жылға көтерсе дейді. Ғылымға негізі кез келген мемлекет, өзіңіз білесіз ғой, қазір Америка, Япония сияқты мемлекеттерде өздерінің жалпы ішкі өнімдерінен 3%, 4%-ке дейін ақша бөледі. Ал бізде қазіргі ол деңгей жаман емес, қазіргі де көтерді, бірақ өте төмен. 0-ден 0,100%, жаңағы 0,1%. Ал енді мысалға сіз айтып жатсыз ғой, мысалы өндіріс, ғылым, университет деп ше осы байланыстыру қажет деп, оның механизмдерін айта аласыз ба? Мысалы қазір таңда мына біздің көрермендеріміз көріп отыр, қандай механизмдер, мысалы университет басшылығы, ғылыммен айналысып өткен ғалымдар, ғылыми зерттеу институттарында немесе жоғары оқу орнындағы ғалымдар өндіріспен қандай байланыс орнату керек, қалай орнату керек? Өйткені өзіңіз өндірісте де жұмыс істеп келдіңіз. Иә, дұрыс айтасыз, жақсы сұрақ. Мен өндірісте де жұмыс істеп жүріп, мен докторскийге оқып жүрген кезде, яғни зарубежностьта жаңағы сыртқа стажировка программа бар ғой, өзіңіз білесіздер ғой. Мен сол кезде Американың Индиана штатында Нотр-Дам деген университет бар. Сол жерде мен яғни тағылымдамадан өттім. Болашақ бағдарламасымен тағылымдама өттіңіз? Жоқ, ол докторлық өзінің докторский PhD-дің тағылымдамасы, иә. Сол кезде жаңағы біздің бас неміз, жаңағы лабораторияның, то есть сол мен барған институттың директоры, профессор Петр Бернс. Сол үнемі жаңағы докторскийлар қорғайтын кезде, докторлық диссертация қорғайтын кезде бізді шақырып алады. Біз ана жерде 30-ға жуық докторант болдық, әр елден, әр мемлекеттен келген. Жапония, жаңағы Бразилия, Китай сияқты.
сол кезде бізді отырамыз. Мен бір таңғалғаным, сіздің сұрағыңызға жауап. Мысалға мына шетте өндірістің өкілдері отырады, мына шетте бизнестің өкілдері, мына жақта университеттің өкілдері отырады, мына жақта. Мына жақта жаңағы студенттің, жаңағы докторанттың ғылыми жұмысына көмектесетін ассистенттері бар, профессорлар бәрі отырады. И жаңағы өзінің жаңағы өндіріске айландырған ғылымын, болмаса қорғап шыққан жаңағы технологиясын сол жерде қорғайды. Сол қорғаған жерде жаңағы бизнес өкілдері менен өндіріс өкілдері арасында коллаборация деген нәрсе басталады. Яғни былайша айтқанда жаңағы университеттің дайындап берген маманын олар сол жерде уже сатып алады. Былайша айтқанда бір ауыз сөзбен айтатын болсақ. И ол балада да қызығушылық болады. Мына жерде бірнеше мықты компаниялар отырады, өзіңіз білетін жаңағы Microsoft, Google сияқты, жаңағы Elon Musk'тың компаниялар сияқты. Бізде де сондай не болу керек. Бізде бала бітіреді, PhD бітіргеннен кейін ол қайда, әлі толық маман өзін сезінбейді. Қайда барады ол? Толық ғалым ретінде де. Иә, толық ғалым емес. Толық өндіріске барайын десе де, ол жерде де барғанменен ол барып анда қара жұмыс істегісі келмейді. Өскісі келеді бала, сосын бармайды өндіріске. Өйткені өндірісте де өзіңіз білесіз жағдай жоқ қой қазір. Ал иә, жалпы бірақ енді мысалға өзіңіз айтып жатсыз ғой, мысалы докторант бітірді. Жаңағы ғалым ретінде ол толыққанды қалыптасқан жоқ әлі. Бірақ белгілі бір жаңа өзінің диссертациялық жобасын қорғады, мақала жазды, технологиясын ойлап тапты. Сонда сіздің айтқыңыз келгені мына ғылым, өндіріс және бизнес, иә. Яғни бұл жерде сонда сіз жаңа өткен тағылымдамада өндіріс пен бизнес сол баланың жобасын ары қарай қаржыландыра ма, коммерциализациялауға көмектесе ма? Иә. Мысалға мына бизнесмен мына баланың технологиясын көреді ғой. Оны былай айтатын болсақ, ол да $100,000 сатып алса оның технологиясын. Олар оны ары қарай күшейтіп, яғни дамытып, сол өндіріске сатуы мүмкін. Мына бизнесмендер. Болмаса сол жерде ана баланың жаңағы несін, технологиясын өзінің жасап шығарған, болмаса бір изобретениесін, олар сол жерде өзі өндіріске енгізіп жіберуі мүмкін. Яғни мына кісілер финансировать етеді, яғни университеттен. Бұны осы барда байланыс бар. Бізде ондай қорғап отқан кезде тек білесіз ғой өзіңіз қалай қорғайтын. Бірақ мысалға қазір таңда мысалға ұлттық ғылым академиясы құрылғаннан бастап үлкен бір шаралар бастап жатыр. Жаңағы бизнес өкілдерін, жаңа өзіңіз айтып жатқан сияқты бизнес өкілдерімен, өндіріс өкілдері ғалымдармен кездестіріп, мысалы Алматы қаласында, Шымкент қаласында өтті, иә. Соның нәтижелерін айта аласыз ба? Қандай компаниялармен жұмыс бастадыңыздар және қандай ғалымдарды қазір қолдап жатсыздар? Қазіргі таңда үлкен жас ғалымдарды қолдайтын жұмыс топтары құрылды бізде. Ұлттық ғылым академиясында, иә? Ұлттық ғылым академиясының несінің базасында. Яғни өзіңіз айтқан жаңа Алматыда, Шымкентте болып өткен ғылым менен бизнесті, өндірісті байланыстыру бойынша үлкен жиналыстар болды. Ол жерге үлкен көп бизнесмендер болды, ол жердегі кәсіпкерлер. Ол жерде басқа да өндіріс ошақтары менен үш жақты меморандумдарға қол қойылды. Яғни маман дайындау, өндірісте өздерінің жасап шығарған технологияларын өндіріске енгізу сияқты көп мәселелер көтерді. 500-ден 1000-ға жуық жас ғалымдардың тобы құрылды. Біз ғылым академиясының базасында солармен жұмыс жасап жатырмыз. Яғни осының өзі қазіргі таңда жақсы бастама. Ғылым академиясы бұны өзіңіз айтқандай қолға алып отыр қазір. Бұған дейін де болмады деп айта алмаймыз. Болды, бірақ қазақ жас ғалымдар жан-жақты шаршап жүрді. Біз қазір солардың барлығын басын біріктіріп, ішіндегі мықты ғалымдар өздерінің шетелге кетіп қалған ғалымдарды да біз қазір қайтарудың әртүрлі тәсілдерін ойластырып жатырмыз. Яғни министрлік те оны қазір біледі, яғни ғылым академиясы осы бағыттарда жұмыс жасап жатқандығын. Ал енді мысалға сол өндіріспен және іс-шараларыңызда қандай әрі компаниялар, Аллагиум, мысалға мен біздің ақпарат берілген бойынша Аллагиум компаниясы сіздерді қолдады, иә? Одан бөлек мысалға осы Аллагиум компаниясында сіздерді жаңағы сол өндірістің ішінде жаңа не болды? Іс-шара өтті. Осы Шымкент қаласында солай ғой? Дәл солай. Сонда яғни өндірісте бұл өте керемет, тамаша. Өйткені біз жаңағы әлеуметтік желіден басқа неден қарап отырмыз. Шынымен де бұл ғалымдарға үлкен бір серпін берген сияқты әртүрлі бағытта. Және өңірге келіп, өңірдегі ғалымдар да әртүрлі жаңағы ойларын айтып, жаңағы алғыстан рахметін айтып жатыр. Енді мысалға сіз өзіңіз жаңағы өмір және денсаулық бағытында жаңағы сол бөлімді басқарасыз. Және ұлттық ғылым академиясында. Ол жерде қандай шаралар жүргізді, қандай жұмыстар жүргізіп жатыр қазіргі таңда? Қазіргі таңда да өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда онкологиялық аурулар асқынып тұр ғой. Қазақстанда емес, дүние жүзінде. Оған өте көптеген себептер бар. Өзіңіз білесіз, қазір экология,
адамдардың денсаулықтары өте төмен. Неге? Өйткені үлкен қалаларда оған әртүрлі факторлар әсер етеді. Мынау өзіміздің осы Алматының іргесінде ядролық физика институты бар. Сол жерде жаңағы онкологиялық ауруларды емдеудің әртүрлі тәсілдермен бірнеше методтерін олар өздері сонымен айналысып отыр. Яғни онкологический жаңағы нелерді обучение жасау арқылы емдейді. Ол Семей қаласына барып қайтып өткенде жолы өзі біз сықындай жаңағы. Оның бірнеше жерде филиалдары бар, яғни бүгінгі күнде мынау тамақ ауру, зоб ауруының тамағырағы болған адамдарды емдеудің әртүрлі тәсілдерін. Одан қала берді. Өкінді Шымкент қаласына барғанда оңтүстік медицина академиясына барды, яғни Қазақстанда фармацевтика, үлкен Санта сияқты дәрімен айналысатын, дәрі-дәрмекпен айналысатын өндіріс жағында болдық. Ол жерлерде де олар да өздерінің проблемаларын, мәселелерін айтып жатыр. Бұл салада да өте көп қордаланған мәселелер, проблемалар бар. Ең бірінші жаңағыдай бұл жерде де кадр мәселесі, одан кейін бізге кіріп жатқан дәрі-дәрмектердің витаминдер болсын, барлығы 70-60% сырттан кіреді. Ал оның бәрін біздің өзіміздің мемлекетімізді жасауға болады. Бірақ өздеріңіз білесіздер, саяси кейбір жағдайларға байланысты, арада жүрген үлкен делдалдарға байланысты біздің өзіміздің іште шығып жатқан өнімдеріміз, болмаса вакциналарымыз, олар белгілі бір қиыншылықтар бар. Сырттан үлкен жаңағы делдалдар, үлкен көлемде сырттан, өзіңіз білесіз ғой, нарықтық заман ғой қазір. Сол жағынан да қиындықтар туындап тұр. Түсінікті. Ал жалпы мысалға осы қазір таңда осы ғалымдарды мысалға осы бағыттар бойынша өткенде мысалға сіздер ядролық институттарға бардыңыздар, одан бөлек жаңағы Астана қаласында да бірнеше институттарға бардыңыздар, Семей қаласына бардыңыздар. Сол жердегі ғалымдардың жаңағы осы саласында өздерінің жобаларын коммерцияланған жобалар бар ма? Коммерцияланған жобалар бар. Біз тек қана Алматы, Астана, Шымкент деп айтпаймыз, өңірлердің бәрінде болдық. Көптеген өңірлерде. Ол жерлердің барлығында көздері жанып тұрған кәдімгі жас ғалымдар бар. Өйткені оларда бізді де іздейтін адамдар бар екен ғой деп, былайша айтқанда біздің келіп кеткенімізге өте қуанып қалды ғылым академиясының. Жаңағы орыстар айтады ғой, второе дыхание деп. Сол екінші несі ашылғандай болып барлығы. Енді осы темппен жалғастыруымыз керек. Яғни бізде білесіздер ғой, Қазақстанда бізде не жиі ауысады, бізде министр жиі ауысады. Сол сияқты қар министр келеді, өзінің реформасын бастайды, аяғына дейін жеткізе алмайды, қалып кетеді. Сол сияқты оларда сондай қорқыныш бар. Академия бастады, ертең бір жылдан кейін бәрі қалады ма деп. Осы мәселені соңына дейін жеткізуіміз керек. Яғни жастардың қызығушылығын оятып, мүмкін олардың шетелге жіберіп, болашақпен де барып келіп жатыр ғой қазір. Өздеріңіз естіп жатсыздар, көптеген ол жақтан да көптеген проблемалар туындап тұр болашақтың ішінде де. Яғни бір адамды жіберіп болашаққа ол ғылым жасаймын деген бос сөз. Ғылым жасап, жақсы өндіріс жасап, елге бір қандай да бір дүмпу жасау үшін топтарды жіберу керек. Мысалы бір 5 адамнан тұратын топ ғылыммен айналысып жүрген, соларды жіберіп сыртты көрсету керек. Американың технологиясын, Жапонияның технологиясын соларды алып келіп бізге трансфер жасауды үйрену керек. Может, сондай бір зеркальный лаборатория может бізде ашу керек. Өздеріңіз білесіздер ғой, жақын арада біздің президентіміз Нұрсұлтан Америкаға барып келді. Сол кезде жаңағы атақты ғалым, яғни жаңағы маймылды клондаған үлкен ғалым Металлиф деген кісі, өзіңіз білесіздер, көп жас ғалымдар оның лекциясына да қатысты. Сол кісінің зеркальный лабораториясын Қазақстанда салудың жолдарын қарастырып келді. Біз академиямыздың президенті Нұрсұлтан қызы, өзіңіз білесіз, қазір жас ғалымдарға, басқа да елдің ғылымын, өндірісін дамытуға үлкен серпіліс беріп отыр. Яғни оның ғылым академиясының ішінде де өзіңіз білесіздер, 60-80%-ға дейінгі жас ғалымдар, лайым оларды көбейеді деп ойлаймыз. Яғни өйткені бұл жерде сыртқа кеткен, болашақпен жаңағы кеткен өте жақсы программа. Ондай программа кез келген мемлекетте жоқ болашақпен. Бірақ көбісі елге оралмай қалды. Көп кеткен жас ғалымдарымыз, өндіріс өкілдері. Қазір одан болашақтан бөлек жаңағы не бар, 500 ғалым, яғни сыртта өндіріске, басқа мемлекеттің өндірісі болсын, ғылым болсын, соны көріп қайтуға. Ол да өте жақсы мүмкіндік. Яғни қазақта айтады ғой, жанам деген жүрекке от беріңдер, сауым деген жігітке ат беріңдер дейді. Яғни ол мүмкіндік тудыру керек. Ол кейбір скрытый талант дейді осылар, жасырын жаққан таланттар болуы мүмкін. Оларға жаңағыдай искра беру керек. Сонда олардың нелер пайда болады,
өздерінде от пайда болады. Өйткені қанша жылдан бері ғылым жетім баланың күйін кешіп бұрышта қалып қалды ғой. Соған байланысты енді оянғандай болып осы темппен жалғастыру керек ең бастысы. Ал енді өткенде мысалы жаңа Металиев мырзаны айтып қалдыңыз. Металиев мырза осы Қазақстанға келіп жас ғалымдарға және басқа ғалымдарымызға жаңағы өзінің лекциясын өткізді. Енді білесіздер, Металиевтің индексациясы да өте жоғары, мақалалар өте жоғары рейтингті журналдарға шығады. Одан бөлек басқа ғалымдармен де сіздер лекция өткізіп жатсыздар. Соның мақсаты неде? Өте жақсы сұрақ. Өткізіп жатқанымыз ол рас. Мысалы Америкадан Майкл Шорт деген ғалым келді. Сосын мына өзіміздің Ресей мемлекетінде орналасқан Дубна деген қала бар, 80 километр жерде. Сол жерде үлкен біріккен институт бар, яғни физикалық зерттеулер институты. Ол жерде біздің 85-ге жуық қазақстандық жас ғалымдар жұмыс істейді. Өте мықты жұмыс істеп жатқан физиктер бар, ядролық физиктер. Жаңағы соңғы әлемде қазір болып жатқан ғылыми жаңалықтарды өте керемет меңгерген ғалымдар бар. Кейбір ғалымдар семьясымен сонда тұрып жатқандар бар. Мінекей бізде қазір өзіңіз білесіз ғой, қазіргі таңда көп сұрақ көтеріліп жатыр. Атомдық электр станция салу мәселесі. Біз оны саламыз деп бәріміз жан жақта шапқылап жүргенмен бізде ол ешнәрсе былайша айтқанда дайын емес. Ал енді ең бастысы отынымыз бар, уранымыз бар. Ал енді жаңағы мысалы ғалымдарымыз жаңа келіп жатыр ғой. Олар мысалы лекциясын өткізіп жатыр, иә. Сонда ол лекциясын өткізген кезде жаңағы заманауи жаңа өзінің ғылыми жаңалықтарын түсіндіреді, иә. Одан бөлек жаңағы олар кейбір докторанттарға өздері шетелдік жетекші ретінде бола алады. Солай ғой. Одан бөлек жаңағы ғылыми зерттеу институттары сол ғалымдармен бірлесіп бір белгілі бір жобалар жасауға мүмкіншілік туып жатыр. Менің білуімше, өйткені көптеген ақпараттар өткенде солай біз оқыдық. Және көп ғалымдар соны қолдап жатыр. Және неге бізге қашан келеді? Бізге осындай ғалымдар қашан келеді деп жазып жатқандар да бар. Өте керемет орынды сұрақ, бірақ жаңа жас ғалым деп жатсыздар, ғалым деп жатсыздар. Мына ғалымдарға қазіргі таңда бір әлеуметтік бір мәселе көтеріліп, оларға бір қолдау келді. Және үй мәселесі. Сол жағын айтсаңыз. Бұл да өте жақсы бастама. Өзіңіз егер білетін болсаңыз, осы академия құрылғанына өзі 7-8 айдың көлемі өтті. Біздің вице-президентіміз Асқар Серікұлы Жұмалдаев, біздің мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевпен кездескенін есіңізде шығар, Алматы қаласында. Сол кезде ол кісі бүткіл осы ғылымда жас ғалымдардың болсын, басқа ғалымдардың болсын қордаланған мәселелердің барлығын айтты. Соның ішінде ең бірінші ғалымға не керек? Ғалымға жағдай керек. Ең бірінші не керек? Ғалымға үй керек. Үй жоқ ғалым, күй жоқ ғалым, қайдағы технология, қайдағы мемлекетті дамытқан, ол өзінің үйі жоқ болса, бала шағасын тамағын тауып бере алмай отырса, ол қайдағы ғалымды ойлайды, ол өзінің қара басынан басқа. Ал бұл мәселені көтерген кезде Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев президентіміз айтты, біздің қордаланған проблемалардың барлығына қолдау білдіретінін айтты. Оны бізге өзіңіз білесіз, Асқар Серікұлы президентпен жолыққан кезде бүткіл осы мәселенің бәрін көтерді, ғылымда туындаған, өндірісте туындаған. Бұның өзі жақсы бастама. Міне осының арқасында жақындарда жоғары білім және ғылым министрлігі осы программаны жасап шығарды. Яғни жас ғалымдарға. Оның да өзінің ішінде неше түрлі требованиялар бар. Қазірде көптеген ғалымдардың арасында кішкене сұрақтар көп туындап жатыр. Неге? Өйткені көбісінің келе бермейді жағдайлары. Требованиясы басқа келмейді. Требованиясын кішкене жеңілдету керек. Ол жерде де жаңағыдай құйтыртық саясат ойнап кетпей, реально жас ғалымдарға, мықты достижениесі бар ғалымдарға беру керек. Өйткені педагогтың статусы болу керек, дәрігердің статусы болу керек, сол сияқты ғалымның да статусы болу керек. Статусы жоқ ғалымда ел дамытады деп айтамын. Өзіңіз көріп жүрсіз ғой, Америкаға шығып жүрген жастарды, Жапонияға шығып жүрген ғалымдарды өте жоғары деңгейде бағалайды. Ал мысалға бізде, шетелде зерттеп қарасақ, мына ғалымдарға, PhD қорғаған ғалымдарға жаңа үй мәселесі деп әлеуметтік мәселені айттық қой. Енді мысалы ғалымдарға шетелде қалай PhD қорғайды, яғни ол кісінің PhD докторский болса, оған жұмысқа кірген өзінде де ол кісінің айлығы бөлек. Және ол адамның несі де бөлек, жұмысқа кіру жеңілдетілген біраз нелері бар, жобалары бар. Бізде де мысалға сондай енгізуге болады ма, сондай нелерді?
Неге болмайды? Болады. Кез келген заң деген сөз болады. Просто біздегі мына бюрократияны азайту керек. Яғни кез келген бір заңды ойлап шығару үшін, болмаса бір ғалымға болсын, педагогқа болсын, дәрігерге болсын бір жағдай жасау үшін бізде көлденеңнен жатқан бюрократия. Соны біраз жою керек. Соны жою керек. Ғалымға жағдай жасаудың көп қиындығы жоқ. Бөлінген ақшаны ортадағы отырған делдалдар жымқырмай орнына жеткізсе, яғни ол ғалымға жұмыс істеуге мүмкіндік берсе, ол оған керегі сол. Ал енді мысалға өз жас ғалымдар дейсіз, өз ғалымдарға осы PhD докторанттарға жетекшісіз бе? Ол жерде де осындай сұрақ. Яғни мынау өндірісте көп жүрдім ғой мен. Өндірісте көп жүргеннен кейін сен ол үнемі олмен байланыста болуың керек. Қазіргі мына былай руководитель қорғай сал болып бара бер деген болмайды. Ол докторант алу деген, оған руководитель болу деген ол өте үлкен жауапкершілік. Яғни оны сен алған соң өте мықты қылып, ғалым қылып, мықты өндірісті меңгерген адам қылып шығармасаң, ол сол үшін мен оны қазіргі таңда оған менде көп уақыт та бола бермейді. Оның үстіне өз мына ғылымды, өндірісті, сосын семьяның бәрін қатар алып жүргеннен кейін оның бәріне уақыт жоқ. Тіпті кейде мына үйдегі кішкентайларымыз, бала шағамызға да көңіл бөлуге уақыт жетпей қалып жатады. Ал енді мысалға мен бұл сұрақ қойған себебім, өйткені сіз ғылымда да болдыңыз, өндірісте болдыңыз. Яғни сол мысалға болашақта егер жетекші болып жатсаңыз, мына өндірістегі болып жатқан мәселе, проблемаларды сол ғалымдарға алып беріп байланыстыра аласыз ғой. Сол себепті сұрақ қойғаным ғой. Өте жақсы. Байланыстыруға болады. Ең бастысы ғылымға қызығатын адам болу керек. Шыныменен өзінің ғылыми жұмысын жанашыр өндіріске айландырғысы келетін сондай маман болу керек. Егер ода қызығушылық болып, маған мысалы келіп, маған руководитель болыңыз деп тұрса, неге болмасқа? Бала өзі қызығушылық беріп, мен барып, мен саған руководитель болайын деген ол дұрыс болмайтын шығар деп ойлаймын. Егер жаңа өндірісте істеп, ғылымда істеп жүрген жас балдар келіп, осындай бір жұмыс жасайық, маған руководитель болыңыз десе, мен қарсы емеспін. Жақсы. Уақыттың тығыздығына байланысты қазір кішкене оған көңіл бөле алмай жүрміз. Жақсы, Мақсат аға, бүгінгі сұхбатымызға келгеніңізге, алтын уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. Енді осы біздің ғалымдарымызға, жас ғалымдарымызға бір өзіңіздің жылы лебізіңізді білдірсеңіз. Бір жас ғалымдарға не айтамын, біз мынау кім айтады ғой, кез келген мемлекетте жұмыс істеп жүрген жас ғалымдар тек қана ғылымды, өндірісті, бизнесті ғана ойлап кетпей, жанұяны ойлау керек, яғни елдің демографиясын ойлау керек. Өйткені осымен қатар жанұяны да қатар алып жүру керек. Өйткені көп ғалымдарды байқасаңыз, көбісі қыздарымыз күйеуге тимей қалып жатады, ұлдарымыз үйленбей қалып жатады, ғылымның соңына қатты түсіп кетіп. Оны да қатар алып жүру керек жанұяны. Өйткені мен ол мақтанған деп ойлап қалмаңыз, ол өндірісті, ғылымды, семьяны қатар алып жүру ол әбден мүмкін. Мен жастарға бүгінгі айтатынды осы. Өндіріс, білім, ғылым деп, дүниені қуам деп, семьяны ұмытып кетпеу керек. Яғни отбасын ұмытып кетпеу керек. Өйткені біздің кез келген мемлекеттің негізгі түп тамыры ол отбасы. Яғни жақсы ұрпақ жалғастыру, ұрпақ жалғастығы болу керек ары қарай. Сіз өзіңізбен тек қана шәкірт қана тәрбиелемейсіз, балаларын тәрбиелейсіз, мемлекетті, осы біздің отанымызды қорғайтын, отанымызды ғылыми тұрғыдан болсын, басқа тұрғыдан болсын, қорғайтын. Қазіргі таңда соғысатын заман емес қой. Қазіргі таң ата-бабаларымыз айтқандай, ақ найзаның ұшына үкі тағатын заман. Мына жағымызда үлкен Қытай отыр, мына жағымызда үлкен Ресей мемлекеті отыр. Біз олармен арпалысатын емес, біз олармен ғылыммен арпалысатын дәрежеде болу керекпіз. Ол үшін біздің қазақтың жастарына айтамын, ұйқыны азайту керек, күлкіні азайту керек. Инстаграм мен тиктокқа кіріп алып, өсек пен төсектің арасын тоқтату керек. Жақсы өсудің жолдарын іздеу керек. Мақсат аға, рахмет жылы лебізіңізге. Енді сіздің жаңағы басқарып отқан басқармаңызға, өмір және денсаулық бағытыңызға үлкен бір жемісті жұмыстар тілейміз. Құрметті көрермендер, бізбен болғандарыңызға көп рахмет. Егер де бір қарастырылмай қалған сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетсеңіздер, келесі ғалымды шақырған кезде сол сұрақтарды біз қарастыратын боламыз. Көріскенше сау болыңыздар.